Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін бұл видеода сіздермен бірге өте нәзік әрі өте дәмді болып шығатын карамельный Спартак тортын бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін өткізбей қараңыздар, және де каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайктарыңызды, төменде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Каналымда жаңадан болсаңыз, міндетті түрде дәл осы қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Сол кезде менің жаңа видеоларым сіздерге ашылатын болады. Тортымызға қажетті заттардың барлығын видеоның астында жазып қалдырдым. Бірінші мен қоржын дайындап алдым. Қалауларыңызға қарай кремді бірінші әзірлесеңіздер де болады. Ең алдымен қазанымызға 100 грамм шекерімізді салып, дәл осылай отқа қойып, қып-қызыл түске енгізіп аламыз. Шекеріміз 5 минутта дәл осылай қоңыр түске енетін болады. Аса қатты көп отта ұстамаймыз, себебі қап-қара түсті болып кетсе, біздің тортымызда ащы дәм келіп қалуы мүмкін. Шекерімізді алғашында араластырмай тұрамыз. Асты қоңырқай түске еніп бастағанда жақсылап араластырып жіберіп, біркелкі ертіп аламыз. Ыстық карамеліміздің үстінен бірден 82% 100 грамм сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сары майымыз еріп алғаннан соң отымызды өшіріп, яғни астын сөндіріп, 100 грамм бал қосып жақсылап араластырып аламыз. Ыстық күйінде балды жақсылап араластырып тастаймыз. Суып қалмасын, жаңағы қайнатып алған карамельдеріңіз суып қалса, ол біркелкі араласпай қалуы мүмкін. Және де үстінен 1 шай қасық ас содасын саламыз. Ас содасын салған кезімізде біздің карамеліміз ыстық күйде болуы қажет, яғни балын жақсылап араластырып алыңыздар. Егер суып қалса, ас содасын салудан алдын сіздердің карамельдеріңіз суып қалса, бірден газға қойып 2 минуттай ұстап қыздырып алсаңыздар болады. Ас содасын салғаннан соң бірден 2 есеге біздің карамеліміз көбейетін болады. Ендеше аздап 5 минутқа суытып аламыз. 5 минуттан соң 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап бірден шайқауға кірісеміз. Егерде қатты ыстық болатын болса, біздің карамеліміз жұмыртқалар пісіп қалуы мүмкін. Сол себепті 5 минуттай аздап суытып, содан соң барып жұмыртқаны салып, жақсылап шайқайсыздар. Енді мен бөлек ыдысқа алып алдым, себебі біздің қазанымыздың асты қатты қызу болғандықтан жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Бөлек ыдысқа алып алғаннан соң бірден құрғақ заттарын араластыруға кірісеміз. 2 ас қасық сапалы какао салдым. Міндетті түрде доктор Өткір дегенді қолдануға кеңес беремін. Басқа какаоларға мен кеңес бере алмаймын, себебі дәмі қалай болып шығатынын білмеймін. Какаоның граммы менде 30 грамм, шамамен 2 ас қасықтай шығады. Және де 350 граммдай ұн қосатын боламыз. Одан артық ұн қосуға кеңес бермеймін, себебі қамыры өте қатты болып кетуі мүмкін. Міндетті түрде граммдарына мән беріңіздер. Жақсылап араластырып, жұмсақ қолға өте қатты жабысатындай қамыр әзірлеп аламыз. Қамырымыздың барлығын біркелкі етіп, 10 не болмаса 12 бөлшекке бөліп аламыз. Қамырларымыздың бетін жауып, холодильникке қойып, 5 минуттан соң жаюға кірісе берсеңіздер болады. Холодильникке салудың себебі біздің қамырымыз аса қатты жұмсақ болғандықтан, холодильникке салғаннан соң өте жаюға ыңғайлы болады. Барлық бөлшектенген қамырларымызды дәл осылай жайып, форманың көмегімен осылай бөліп аламыз, және де қисайып кетпес үшін пісу барысында біркелкі пісу үшін дәл осылай вилкамен тесіп алыңыздар. 180 градуста ұзағы 5-6 минуттан пісіріп аласыздар. Одан артық ұстайтын болсаңыздар, қамырымыз қап-қатты болып, қоржыларымыз өте қатты болып кетуі мүмкін. Сол себепті сағатқа, минутқа қарап тұрып 5-6 минуттан пісіретін боласыздар. Ендеше қайнатпалы крем әзірлеуге кірісеміз. Қазанымызға 200 грамм шекер және де жұмыртқаның тек қана сарысын қосамыз. 2 жұмыртқа, содан соң 2 ас қасық кукурузный крахмал қостым. Барлығын біркелкі сүтпен араластырып аламыз. Бірінші аздап сүтті құйып араластырып алыңыздар. Барлық түйіршіктері кеткеннен соң 1 литр сүтімізді құйып, газға қойып қайнатамыз. Қайнау барысында дәл осылай қоп-қою болып қайнап шығады. Мүлдем тоқтатпай араластырып тұрасыздар, себебі асты жабысып қалуы мүмкін.
Кремімізді суыту үшін бөлек ыдысқа салып, үстінен дәл осылай стричті жауып қоятын боламыз, бетіне тигізіп. Сол кезде біздің креміміздің беті қатып қалмайды және де бір түйіршікті болып қалмайды. Ендеше бөлме температурасындағы сары майымызды миксермен көпіртіп аламыз. Аздап аса қатты көпірмейді, бірақ та миксермен жұмыс жасап жіберіңіздер. 2 ас қасық суытып алған кремімізді қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Араласқаннан соң бұл кремімізді барлығын заварной жаңа қайнатып алған креміміздің үстінен салып, барлығын біркелкі миксермен 5-10 минуттай араластырып аламыз. Қалауларыңызға қарай сары майдың орнына дайын 33%-ды тоңазытқышта тұрған сливкиді көпіртіп алып, 10-15 минуттай көпіртіп алып, дәл осылай заварной кремге араластырсаңыздар да өте дәмді болады. Ендеше тортымызды жинауға кірісеміз. Дәл осылай форманы қолдандым мен. Форманың астына стричті тартып аламыз. Кремдері артық жағылып кетпес үшін дәл осылай корждың үстінен 2-3 ас қасықтан кремімізді салып, барлығын тортымызды нығыздап жинап аламыз. Әр корждың арасына 2-3 ас қасықтан крем саласыздар және үстінен жеңіл басу арқылы тортымызды жинап аламыз. Тортымыздың барлығын жинап алдық. Енді дәл осы стричімізді бетіне жауып, холодильникке 3-4 сағатқа қалдырамыз. Сол кезде кремдері қатып, формасын өте жақсы ұстайтын болады. Мінекей сіздерге мен 4 сағаттан соң алып көрсетіп жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай кремі өте жақсы формасын ұстап тұр. Барлығын біркелкі етіп тегістеп шығатын боламыз. Ол үшін дәл осылай тортты бөлек ыдысқа алып аламыз. Жаңағыдай бетін тортты сәндеуге арналған құралмен кішкене тегістеп алсаңыздар болады. Корждарымыздың шетінен қалған бөліктерін дәл осылай блендермен езу арқылы тортымыздың бетіне сәндеуге қолданатын боламыз. Блендермен езсеңіздер өте біркелкі әдемі болып езіледі. Ендеше тортымыздың бетін дәл осылай сәндейміз. Қалауларыңызға қарай артып қалған кремдеріңіз болса, торттың сыртын өз қалауларыңызға қарай сәндеп алуларыңызға болады. Мен өте қарапайым тәсілмен сәндеп көрсеттім, және де жеміс жидектерді қойып бетіне сәндеп аламыз. Қалауларыңызға қарай торттың арасына да жеміс жидектер қоссаңыздар болады, яғни клубника не болмаса малинамен де өте жақсы үйлесетін болады. Сонымен біздің тортымыз дайын. Міндетті түрде жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді болып шығады, өте нәзік болып шығады. Бұл рецепт сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды және төменде өз пікірлеріңізді аямай кетіңіздер.